Қайырлы күн баршамызға. Бүгін сіздерге куйру лагманын жасалу жолын ұсынамын. Дәл осы рецептпен жасасаңыз, қамырымыз қатты, эластичный, созылуы тез және біркелкі болып шығады. Әдеттегідей бір жұмыртқа тұзды суға илеп алдым. Екі қолыммен қатты етіп илеп тындыруға қойдым. Примерно 15-20 минутқа бір тындырып, қайта басып, қайтан тындырамыз. Жақсылап тынған нанымызды алдым. Енді саусақтарымызбен басып, осындай жіңішке бөліктерге бөлдік. Әрбір бөліктерді алақанымызбен созамыз. Біркелкі домалата отырып. Барлығын осылай созып болғаннан кейін табағымызды майлаймыз, содан кейін осылай ораймыз. Дөңгелете отырып. Барлық созылған нанымызды табағымызға жайып болғаннан кейін бетін маймен майлаймыз. Орамал немесе пакет кидіріп, тағы да тындыруға қоямыз. Енді бір шамамен 10 минуттай тындырып, осы нанымызды созамыз. Саусақтарымыздың ұшымен біркелкі домалата отырып соссақ, жақсы болады. Әртүрлі болса да ештеңе етпейді. Екі қайтара созып шықтық нанымызды. Осы аралықта суымызды отқа қойып, тұзын салып қайнатамыз. Домалата отырып созылған нандарымызды қолымызға жинаймыз. Қайнап тұрған тұзды суымызға салып, бір шамамен 4 минуттай, 3 минуттай пісіреміз. Ыстық оттан алған бетте суық суға бір шаямыз. Мінеки лагманымыздың лапшасы дайын болды. Тура осы рецептпен жасасаңыз, ашты лагманды жақсы көретін кісілерге арналған. Бұнда ашты бұрыш, полукорки және де қолдан жасалған қатты ашты аджика менде. Сарымсақпен етімді турап жатырмын. Етті де жіңішке, бірақ үлкен етіп тураймыз. Жіңішке жалпақ қылып. Қызып тұрған майға сарымсақты және етті салып қуырамыз. Етіміздің суы шығып басылғаннан кейін помидорыңыз болса саласыз, болмаса міндетті емес. Соя соусын, жәнегі аджика, томат пастасын салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Кішкене қуырып, су құямыз. Суды да мөлшерлейсіз. Өйткені етіңіз тез піса ма, баяу піса ма, соған байланысты. Отымызды ақырынға қойып, шамамен 1-1,5 сағатта етті пісіреміз. Әбден жұмсақ болып пісу керек. Етіміз піскеннен кейін бұрышымызды, чесногымызды осылай алдын ала дайындап қоямыз. Осыларды бірінен кейін бірін саламыз. Мінеки етіміз пісті әбден, бұрышымызды салдық, чеснокты салдық. 5 минуттай бұрышымызды пісіріп, артынан аскөкті саламыз. Аскөкті саларда отымызды өшіріп қойға болады. Дәмі тіл үйретін керемет ашты лагманымыз дайын болды. Жасап көріп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.